Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде бүгін кешкі асқа осындай құс ұясы деген тағам, яғни птичье гнездо деп айтылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қыздар, бізге ең алдымен керегі картоп, және де тартылған ет, күріш болса жеткілікті. Осылайдан картоптарымызды жақсылап дайындап жуып тазалап алыңыздар. Сосын видеодағыдай қылып, осылай картоптың ішін босататын боламыз. Картоптың қалған қалдықтарын тастаудың қажеті жоқ. Бізде қазір подлив істейміз, сол подливке қосатын боламыз. Келесі бізде тартылған етке қараңыздар, бұл жерде кішкене укроп, пияз салдым, және де күріш салдым. Күріш салатын боламыз, кішкене ғана. Сосын татына қарай тұз, бұрыш салып араластырып жақсылап дайындап алыңыздар. Енді қараңыздар, осылай дайын болған картоптарыма мен қазір осы тартылған етімді салатын боламын. Осылай ішіне әдемілеп, туралап таққа қойып шығасыздар. Мінекей қараңыздар, бізде дайын. Енді осы подливке салсақ болды. Бізде подливке кәдімгі үйдегі бар заттардан подлив жасай беріңіздер. Мысалы, мен бүгін пияз, помидор және де осы қалған картоптарды сәбіз салып подлив жасадым. Соның үстіне осы дайын біздің картоптан жасалған осылай картоп пен котлеттерімізді қоятын боламыз. Мінекей қараңыздар, осылай подливім қайнап, әдемі болып тұр. Осының үстіне қойып шығамыз. Мінекей осылай рет-ретімен қойып шықтым. Подливтің суын шамалы көптеу қылыңыздар. Осылайынан қатты бір қайнағаннан кейін асын жай басып қойып, 25-30 минутқа қойсаңыздар жеткілікті болады. Мінекей менде тамағым дайын, кешкі ас дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.